жастарының жалғыз кәсіптік мерекесі біз үшін үлкен мереке. Оның үстіне биыл айрықша өтіп отыр, өздеріңде байқап отырсыңдар. Қанша біздің әріптестеріміз үкімет тарапынан, журналистер одағының тарапынан еңбегіне сай марапатталып жатыр. Солар үшін біз де қуанамыз. Бұл негізі наградан алайық алмайық журналистің еңбегін бағалайтын халық қой, біздің оқырманымыз. Марапаттау үшін, сыйлау үшін алған жоқ, бірақ шақырды емес, келдім. Мен марапаттау үшін ешқандай шара жасаған емеспін. Журналистика бұл өмір салты сияқты, ешқандай да бір жай ғана жұмыс ретінде қарау мүмкін емес, өйткені сен ол жерден ләззат аласың, сен журналистикамен бірге өмір сүресің. Журналистиканы тәмамдағаннан кейін, осы мамандық таңдағаннан кейін бөлек өмір сүріп, мен мысалы отбасын жақсы көретін жан, үйде отыра алатын жан, мен сондаймын, мен мұндаймын деп айту мүлдем айтуға болмайды екен. Өйткені журналистика бұл сенің өмір салтың, жұмысың сенің өмір салтың. Яғни жұмыста сен қандайсың, үйде де сондайсың. Яғни көп сенің уақыттарың барлығы сол түзде жүрумен ақ өтеді. Ал марапаттау салтанаты әрбір журналистқа менің ойымша бұл асыға күткен күн болуы тиіс сияқты. Әзірге Қазақстанда олай емес. Өмірде, қызметте, жұмыста әркімнің өзінің кәсіби шеберлігіне байланысты меңгеретін кәсіптер бар ғой. Сол әр кәсіп бүгінгі мына журналистік мереке, сондықтан да осы журналистердің күнінде бүткіл Қазақстан Республикасының журналистерін кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Оларға сол шығармашылық табыстар тілеймін. Денсаулықтары мықты болсын. Әрине бұл журналистиканың өзінің қиындығы да, қызығы да көп қой. Сол қиындығына төзіп, қызығын әрқашанда халықпен бірге болып тойлай берсін деймін.